Ләйла халыққа қызмет көрсету орталығына 3-ші сәбиін балабақшаға кезекке қоюға келген. Байқағаны алғашқы 2 ұл мектепке дейінгі мекемеге орналастырғанда емес, уақытта қағазбастылықта үнемделген. Бар жоғы бірнеше минутта бүлдіршінін балабақшаға кезекке қойып үлгерді. Мынандай күні номер спискен көріс, бірінші, екінші сөйлем бар уақыт. Рахмет. Биылдан бастап балалар балабақшасына жолдама электронды түрде беріледі. Осыған дейін еліміздің тек 2 қаласында пилотты режимде жұмыс істеген бұл жүйе енді аймақтарға да тарамақ. Жекеменшік балабақшаларға жолдамалар мемлекеттік тапсырыспен берілсе, мемлекеттік балабақшаларға апаратын құжатқа қол жеткізу үшін ата-аналардың байланыс деректер базасын іске қосу мәселесі қарастырылуда. Жаңа туылған нәрсені балабақшаға кезекке қою үшін әртүрлі амалдары бар. Мысалы, халыққа қызмет көрсету орталығында реттеу залы бар. Сол қағаз жүзінде тапсыруға болады, және де электрондық порталда электрондық түрде тапсыруға болады өтінішті. Электрондық түрде тапсыру үшін ата-анасының біреуі электрондық қолтаңба алады да, электрондық үкімет порталында тіркеліп, балабақша кезегіне қояды баланы. Сонымен көңілге түйгеніміз 6 жасқа дейінгі бүлдіршіндерді кезекке қою мәселесі жеңілдетілген. Тіптен үйіңізде отырып та бұл мүмкіндікке ие бола аласыз. Тек қана электрондық қолтаңбаңызбен ғаламторға шыға алатын мүмкіндігіңіз болса жеткілікті. Бұл әрине шалғай аудандардан гөрі ірі қалаларда көп кездесетін мүмкіндік. Содан болса керек, Алматы облысы бойынша Талдықорған қаласында балабақшаға кезекке тұрғандар саны артық. Қазіргі уақытта 3-тен 6 жасқа дейінгі балаларды қамту пайызы 87-ні құрап отыр. Кезекте 9860 бала қазіргі кезде тұр. Бұл бір ғана Талдықорған қаласының көрсеткіші. Жалпы Алматы облысы бойынша бүгінде мектепке дейінгі 894 мекеме жұмыс атқарса, 2015 жылы бұл көрсеткіш 769 болған. Мектеп жанындағы шағын орталықтар саны 432. Бүгінгі таңда Алматы облысы бойынша 50 жеке меншік балабақша ашылды. Ұлттық қордың есебінен 2 балабақша қолданысқа берілді. Мұнымен қатар 4 шағын орталықта ел игілігіне есігін айқара ашты. Бүгінгі күні Алматы облысында 182 мемлекеттік, 296 жекеше және де 433 шағын орталық жұмыс жасайды. Енді биылдың өзінде біз 101 балабақша аштық, оның 95-і бүгінгі күнге жекеменшік. Енді айта кететін жағдай, біз балапан бағдарламасын негізі 3%-бен бастағанбыз. Бүгінгі күнге осы 87%-ға жетіп отыр. Жылдың аяғында 87%-ға жетеміз. Дәл қазір Алматы облысы бойынша балабақшаға кезекке тұрғандар саны 39 мың. Оның 3 пен 6 жас аралығындағысы 19 мыңды құрап отыр. Жоспар бойынша балаларды 100% мектепке дейінгі мекемемен қамту 2020 жылы қол жеткізу керек. Қазіргі таңда бұл көрсеткіш 87%-ды құрауда. Гүлім бүгін жаңадан ашылған балабақшалыға бүлдіршінін берді. Мұнда өз сияқты бала кезегін жылдап күткен ата-аналармен бірге мектепке дейінгі мекеменің салтанатты түрде ашылуының куәсі болуда. Мемлекеттік садикта, мемлекеттік кезекте 200-ші болып тұрдық. Осы балабақша ашқандан кейін бізді шақырды. Өте қуаныштымыз. Мемлекетімізге үлкен рахмет айтамыз. Садиктардың жетіспеушілігі өте орын көп болғандықтан біз мысал үшін баламызды частный садикқа бердік. Частный садикқа госзаказбен 3 жастан кейін тұрдық, әрине. Сол жарты жылдан, 1 жылдан кейін бізді осы мемлекеттік садик ашылғаннан кейін бізді шақырды. Гүлімнің бүлдіршіні баратын балабақша соңғы заманауи үлгіде, білім мен тәрбие 3 тілде жүреді, 320 орынға шақталған. Қазіргі таңда бұл шаңырақ балабақшасында 320 бала, 300-ден астам бала орны бар. Бұнда балабақшада қазақ тілі, ағылшын мұғалімі және де орыс тілі мұғалімдері қазіргі таңда жұмыс атқарып жатыр. Заман талабына сай 3 тілдік бұл қазіргі таңда қамтылған. Балабақшада сонымен қатар балалардың қазіргі ең алғашқыда бейімделу кезінде психологтар жұмыс істейді, балалармен логопедтер бар.
Осылайша Қарағанды өңірінде жаңа құрылыс есебінен 4125 орынға 10 балабақша, ғимаратты қайта құру есебінен 1000-нан аса баланы қамтыған 7 балабақша, коммуналдық меншікте болған бұрынғы балабақшаларды қайтып алу есебінен 2100 орынға 14 балабақша ашылса, шағын орталықтар есебінен 6263 бүлдіршін мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылған. Мемлекеттің қамқорлығының арқасында облысымызда 3 пен 6 жас арасындағы балалардың бүгін 98% балабақшалармен қамтылып отыр. Жалпы осы балапан бағдарламасы бізге өте үлкен өзінің септігін тигізді. Осы балапан бағдарламасы басталғаннан бері біздің облысымызда ғана 20 мыңға жуық балалар осы балабақшалармен қамтылған болатын. Бүгінгі күнге дейін балапан бағдарламасы аясында 3 пен 6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқумен қамту 82%-дан 98-ге дейін өсті. Биылдың өзінде біздің Қарағанды облысында 2,5 мың жаңа орын ашылып отыр. Соны қарайтын болсақ, соның ішінде әрине де тек қана 1 мыңға жуық орны ол мемлекеттің тікелей өзінің ақшаны бөліп, өзін тікелей салуына байланысты болса, 1,5 мың орны ол жекеменшік кәсіпорындардың инвестициялары арқылы бүгін осындай балабақшаларға жаңа орындар ашып отырмыз. Тек бір ғана шағын орталықтар ашу есебінен 6000-нан астам, ал жекеменшік балабақшалардың есебінен 3,5 мыңдай бүлдіршін мектепке дейінгі мекемеде білім мен тәрбиені қатар алды.